Бүгін 9 сәуір 2025 жыл. Мен бүгін бір кездерде 40-та 40 өлшеммен құрап сандыққа салып қойған құрақ көздерін алып, осы құрақ көздеріне мен астар тігіп жатырмын. Мақсатым мынандай шағын жасықшалармен мынандай шағын көпшіктер жасау. Осының астына мені мынандай етіп ақ үйлерден астар жасап жатырмын. Мынандай шағын көпшік, мынандай шағын көпшік астына мынандай жасап жатырмын. Енді осы астарды тігу үшін не істеп жатқанымды көрсетейін. Ол үшін мені мынандай шыт маталардың қалдықтарын біріне бірін қосып 40-та 40 өлшем шығарамын. Сонымен осы 40-та 40 шаршыға үйлерімнің қалдықтарынан крейзи құрақ әдісі арқылы осының ішін толтырып, осыған қосып тігіп шығамын. Шыққан құрақты жаңағы дайын құрағымның астына тігіп, сонымен жастықша дайындаймын. Ішіне синтефон толтырып, солай жастық дайын болады. Енді осы крейзи құрақты қалай құрап жатқанымды көрсетейін. Құраған кезде ол дайын мынандай болып шығады. Міне астына дайын шытқа 40-та 40 бетіне құраған кезде міне мынандай құрақ болып шығады. Осыны жаңағы дайын көзге қосып тігіп жастықша дайындаймын. Крейзи құрақтың басын мынандай 5 бұрыш жасап аламын да, мынаның ортасына қойып, мынандай инемен түйреп алам, жылжып кетпес үшін. Сосын осының 5 бұрышын жағалап, айналдыра тіге беремін. Алғашқы кезде мынандай шағын қиындыларды пайдаланам. Оны да жылжып кетпес үшін мынандай түйрегішпен түйреп алсам болады. Мен мынау тігіп отырған жіпті, мынау ақ мата екен деп қарамаймын. Қолыма қандай жіп түссе, сондай жіппен тіге беремін. Айналдырып жіберіп, үстінен тағы да бір жүргізіп өтем. Міне осындай болды. Енді сызғышпен мына бойымен дұрыстап алам. Мына бетін мына бойымен дұрыстап алам. Сызғышты қойып, дәлдеп сызып аламын осылай. Мына бетінде дәлдеп қойып, бұлай сызып аламын. Сосын оны асықпай осылай кесіп тастаймын. Осындай болды. Енді айналдыра тіге береміз. Енді мына бойына тігеміз. Қосып тігіп алдым, сызып алып, осылай кесіп тастаймын. Қалдық қиындыларды арнайы қорапшаға жинай береміз. Оны да іске асырамыз.
Мына енді мына майда қиын мына жерге келмейді. Үлкендеу қиындыны аламыз. Мынау астындағы шыттан асып кетті. Бұл жерді де кесіп тастаймыз. Енді мына бойға тік шығамыз. Мына жақтан басқа қиынды аламыз. Міне пердеден, сандықтан тіккен кезде осындай, мына шеті мысалы мынандай жалпақ, мына шеті жіңішке. Осындай қиындылар болды ғой. Енді осының ішінен бір бөлігін кесіп аламыз. Енді мына бойына тігеміз. Осылай айналдыра тіге беремін. Мына дайындап біттім. Енді айналдыра тігіп шығамын. Міне енді мына екеуін беттестіріп, айналдыра тігіп шығамыз. Міне айналдыра тігіп шықтым. Енді аударамыз. Бұрыштарын кішкене кесем. Мына шет-шеттерін үтіктеп жіберсе болады. Мен үтіктеген орнына осындай жатыстыра салатырмын. Осындай көпшік пайда болды. Асты мынандай велюр. Мына асты осындай велюр. Беті мынандай
режи құрақ. Мынаның ішіне синтефонды молдырақ қылып салса, мына жастықша болады. Аздап салса көпшік болады. Көпшік болса, жаңағы әр жеріне мынандай қылып түйме тігіп жіберсе, ішіндегі мақтасы қозғалмай тұрады. Осы әдіспен осындай біраз жастықша мен көпшіктер дайындадым.